мич. Осы мысық өткендегі көкекті тістеп алып айрылып қалған. Әттең ай деп ән шығаршы мысық. Не қылып жүр екенсің? Ана жерде бір ана астында бір мысық отыр, сонымен болжып жүр екен. Мен негізі көрсетейін сіздерге. Бір мысық отыр, сонымен мысықпен болжып жүр. Әне бір мысық, міне бір мысық. Қайта. Gel o çoku. Çok çeşitlidir. Arayandı buna 4 kütkü nelerde de veremiz. Қазір жем көп қой. Мақып жеу çok iyi. Кеше тауға аңға кеткен күлкіге. Қазір де кетке жатыр, 1 сағаттың ішінде кетеді, 30 минуттың ішінде. Жол азығын дайындап жатырмын. Бургер, кішкене сэндвич, ішінде колбаса, ірімшік, огурцы, кішкене май бар. Мынандай май. Масыл май дейін ба? Біразын дайындадым. Әзірге 6 турист дегенде 6 шіркек дайындадым. Енді қалғаны жаңағы бүркітшіге және папама көмектесіп жүр. Папама, одан кейін қағушы, тағы да көмекші 2 кісі бар. Негізі барлығы 11 кісі, енді 5 кісіге дайындау керек. Алғаш келген кезде осындай келіп, кешкі тамақтан кейін туристеріміздің тамағын беріп салып, содан кейін өзіміз мына жерде тамағымызды ішіп отырғанбыз. Сол кезде 2 турист, бір Қытай келіншекпен, тағы да бір шалбары болатынды. Сол екеуі былай қарай ауа жұтып келеміз деп, әбден түнде сағат 9 асып шыққан. Содан кейін 1 сағаттан кейін әйгетер жоқ. Әлі келмеген, содан әлі екеуін іздеп, мен іздеп, 11-ге дейін іздеп, әрін таптық. Сондай бір қызық оқиға болды. Мынандай жылтыр дорбаны, жылтыр қағазды, бұл жақта, осы жақта чытырлақ дейді екен. Чытырлақтан беріш деп. Қазір біткеннен кейін мен алма жуым керек, алматары бір жуып, шоколадтарын дайындап, жұмысымдарды қолдарына ұстадым. Сосын сіздерді сол кісілерге апарып көрсетейін. Сол кісілерді сіздерге көрсетеді екен ғой. Жоғалған кемпір деген мынау. Жасаңыз. Ана биікке мінгіздер, биікке тұра тұр, биікке мінгізбесіңдер мен алмай. Жа, бұларды қой. Барып ыдыс аяғымды жуып алайын, тазаланып алайын, нәрселердің қайдайын. Ана жақта біздің кішкене батыр қыз мінгесіп апты. Айгерім, айкөлік, айкөжек.
ыдыс-аяғын жуайын. Суымды құйып қойдым, ыстық су. Енді ыдыс-аяғын жуып, сосын кішкене дем аламыз. Мына жерде телефон сүлжеде тұр. Сүлжеден бүйтіп қозғалтпай қоясың телефон. Әне тұр. Қозғалса сүлже жоқ. Ұйықтатып қоясың ба тығып? Дұрыс. Қош ұрдап кетті ма? Басқа не бар үйіңде? Қош жеп аппи? Не деген ие? Ана сыбақтың аржаңға кіппі. Тық кеткенде соны тауып алған ғой, ие? Әйгі әмейімді. Әйгі. Ана, мұна. Әйгі, тезектер жүретін бұл қаша көретін емес қой. Жа. Бұның аржаңдағы қаша ба ғой? Жа. Бұның аржаңдағы әйгі шаңғырақ дүлге асынға сырмақ тұрған. Әйгі жайға көрген шоколадымды түк беттің. Жеп апты. Әй, не деген ие? Қайт тауып алды екен ие? Көріп алды ғой. Сен тыққан көріп қойды ғой ие? Не деген қу ие? Остырды. Остардың ұзақ кіседі ғой. Анадыр әдеміне тығып қойды онда көрмейтін қып. Қуаш жоқ па тығып сас. Қуаш деген ағасы. Мынадан үлкен, бір үлкен ағасы. Қолбағым. Тымағың бар екен мына жерінде. Қолбағың нәрде тұрған жоқ па? Мынау ма? Жоқ. Не екен өзі ұқсан қолбақ екен ғой. Ие? Өзі ұқсан қолбақ екен. Исадар ұзақ кетеді. Исадар ұзақ кете ма? Исадар келгенде тық қойсың ба? Қайда кетті? Қайда кетті? Исадар келгенде ма? Бәсе тық қой, мамадардың киімнің арасына тық қойсаң, мамадардың киімін ақтармайды емес пе? Жоқ, сырмақтың ішінде. Сырмақтың ішіне тықып тастайсың ба? Ана түтіктердің іші. Сырмақ тұрады соның ішінде. Бірақ сұғын. Соның ішінде бірақ сұғасың ба? О, жа. Ой, қарамар болдық, е? Қандай екен? Бұрымыз қарап шықтың ба? Қап қарап болдық, е? Енді анау кепкенен айттым бұл кетіміз ше ма? Келесін. Оған кейін қолын тигізіп болмайды ғой. Жек, жолшындарымыздың түскі тамағы таяқ қалды. Өзбектің өзімше палауын істеп жатырмын. Мен күшті болып тұрайын жалым деп бүйтіп. Қайда көрейін? Қайда көрейін? Осы әдем ауды екенсің ғой. Күштапсың ғой. Қайда қойып. Ләм бүйтіп ұстатырым жарсы басқа. Астына алмайсың ба? Ол болмай қалды, қайда? Жеп. Қайда? Қайда көрейік әйтші. Мұнда, жайын сен екесің. Жаршы елмен екесің? Қайсы бар? Тұра берсін жа. Қазір ана жаққа сорпаға саламыз. Қоям болында. Естуайма. Бүркіт бол. Бүркіт бол. Бүркіт бол шықса. Ой. Қолға немесіз болғансың, неме андағы? Қолың сағаты ма андағы?
Ой, алаканды қараңыз. Ой, жана қанчымда соғып соғып. Жаным. Дәрені кім жеген болды? Анау. Одан. Сен жеген жоқсың? Жеген жоқ. Анауны мынау жеп. Сен Мен жегім жоқ. Сіздер алғаш үйленген кезде сіз алқаш кетпеді жоқ? Келесі бап үйлендіңіздер. жоға. Сөйлесіп алды ғой дейік. Анда қатысып сүресің. Алқаш кеткен жоқ. Кәмізге дастархан жеп қолданып отырмыз. Сіздің кезіңізде көбінде өзі алып қашып кетеді дейсіз? Сол Ол кезде кездегі алып қашып кетеді деген қалың емес. Алып қашып кетеді. ол кезде сөйлеспей алып қашып кетеді ма жоқ? Сөйлесіп жүріп алып қашып кетеді ма? Кейде сөйлесіп жүріп алып қашып кетеді. Кейде бір сөйлесіпкен алып қашып кетіп. Апарып күшпен енгізіп алады. Асап енді жаңа заман ғой. Енді сен бәрі жаңа. Бәрі жаңа сырға сап белгілеп қой. Одан қай күн аламыз деп айттық қой. Би шақыру істеп шақыру мақұл жоқ қой. Мен тұрмын ғой енді ішінде. Достығында алып қашады деген бар ма? Бар е. Кімден дәлелді өлгейде. Жоқ па? Өлгейде жоқ қой. Бірақ жоқ еш та. Өлгейден. Ондай болмайды ғой. Өлгейден алып қашып кетсе сотта жүреді ғой ертең. Оны қойып қазіргілеріңіз өздері келісіп үйленіп алғаннан кейін де тату тәтті өмір сүре алмайсыңыз. Төбелесіп е. Төбелесіп ше. Соны ғана емес. Енді сіздерді қарап отырған кезде қайдасыз бір-біріне сөз көтермейсіздер ғой. Сөз көтеріп. Қарсы шықпайсыздар ғой. Бәрі айналып келеді содан болып отыр. Қарсы шықпаса бітті отыр. Біреу басылып, біреу сөйлеген, біреу басылған. Сонда тұрған. Түс болып тұрған. Біздің жақта болғанда әйел еркек демейді. Алғас. Бірінен бір салысып әкетеді. Салысып Салысып. кетеді. Сіздер қарап Біз отырғанда арасында бір салысып қыламыз әйтпесе салыспаймыз. арасында деген өте кетпейтін болсыздар. Жай Өте кетпейміз, салысып қыламыз әйтпесе көп төбелеспейміз. Төбелеспейміз оны. көрсет деген болмайды ғой деймін. Біздің ауылда да қарап отырса да еркектері қой десе үндемей қоя салып кәне. Сонда ештеңе болмайды ғой. Біздің жақта еркегі күйеуі бірдеме деп қалса, анау да бірдеме айтты. Оған күйеуі қарсы шығып содан кейін төбелестің көкесі сонда болып тұрған. Сен ешкет кеме неге тағы бір басылымды шешіпсе бар? Сіз алғаш келген кезде қара шаңырақ пен осы үй жоқ емес па? Қара шаңырақ пен осы үй сіз келген? Жоқ. Қара шаңыраққа келдік қой келгенде. Бұдан отау болып шығып кетіп отырмыз. Дереу. Бір зекпен. 2 күннен кетеміз. 2 күннен кейін шығып кетіп отырмыз. Отау дайын екен, отауымыз көтеріп бөлектей жүріп отырмыз. Дереу әкем шыққан. Янчымызды оятып келеді. Жаз мезгіл ғой. Күз келді. 17-дің 5. Ой, соғымда аяқ болыңыз. Соғымға тарып алып тұрсыз. Соғымға тарып кетіп, соғым кезде бөлектеп кетіп отырмыз. Соғымымыз бөлек ечіліп сөйт. Ол кезде осы арада тұрып жүрдіңіздер жоқ? Осы Күзеу. соғат бірақ бөлектеп кетіп. Неше жасыңызда үйлендіңіз? 20. 20 кезінде? Өте үйленіпсіздер ғой. Рахмет аға неше жаста едіңіз? Өз екеуміз жастымыз ғой. 20 жастар? О, Осы күнде екеуміз жастымыз. көп үйленіпсіздер. Онда менде кезімде сіздер бір алып Бір қойдыңыз. оқығанбыз ана екеуміз. Бір оқыдыңыз? Бір класстан оқығанбыз. Бір класстан оқыған екенсіздер. Бір класстан оқып. Мен қазір 25-26-тамын деген кезде неде болғанда 2 алып қойдыңыздар? 1 алып. Сіздер иә? Басында тарыспай төбелескен жағдайлар болды ма? Жоқ. Оғайда төбелесіз. Қол тимейді. Өзің жерге келген адам қол тигізбейді ғой. Өзің жай келгенде дейсіз. Өзің жерге келгенде не дейсің? Ол үндемейді. Мен демейді. Жұмыс істеп жүре бересің. Атымен кіріп суыма шығып жұмыстарды істей бересің. Одан бөлектеніп кеттім ғой соған. Басқа бір жеттен кейін содан кейін қылықтар шыға бастайтын болып тұр ғой. Оны неге істеді екен, не біз еттен кейін, бұл басқа. Сол айтасың, тыныш жүрсе жүре беру керек қой. Сіздер ұқсап. Ондай нәрсе мен айтпайтын, кім біледі неге шыға келетінін. Мұқайткен дектерген бірін-бірінің ауасына жақтыртып кеп алып, одан кейін үйіне кіріп кеткен. Енді бізде енді
орынсызда тұратын бар, жайда тұратын бар, сондай енді керемет жұмыс жоқ қой. Сіздердегідей. Сіздер таңертең 9-8-де тұрғаннан сол қалып кешкі шекте кешке жақын 9-ның қабарында дейін есек тыным жоқ. тыным таппай сол жыбыт түнде бір 2-3 сағат қалып тұрып қалып ұйықтап Сонда сіздер шашады бүйттім сөйттім демейді болсын. Біздер кішкене бір істесе өлдім талдым да жейін. басып кеткен болып отырмыз ғой әбден жұмыста үйреніп кететін болды ғой адам анадан әлгі бастарында төзбей жұмысты істеп бастарында бара қалғанда сол шаңырақта сол жұмыс істеп үйреніп алмай бастарында қалжы бұлжы болып ата енесі де қалжы бұлжы қылып деп қоя берді мен кетіп қалып отырмыз кішкене кезінен де негізі тәрбие жас кезінен ана шаңыраққа кел бөлек шық сол өзінің неменесін болды миынан жұмыс істеп үйреніп алған тасып кеткен болды бөлек шықсаң да сол шаңырақтағы нәрсені істейсің бірақ істейтін болып отыр ғой оны істемесе тіршілік жоқ болып отырмыз қайда тіршілік жоқ жағаласпай жан қалмайды бірақ енді қазір қыдырып жүріп жатқан кісілер мықты деңізші не осы күннен бойлақ сыйға кетті саулығын халал жерге айдап кеткен бар осы күнде соның бәрін күзде азайтып отырмыз ыстық суық демейсіздер ыстық суық демейміз жаңа мынада құртмайды енді жазда жағаласып аламыз ғой жақын жатаға барып аламыз енді ең бір қызлар біткен қырмалаған ғана аман жүреміз деп содан барып ананы алып түсіп күзде түсіп алып одан өзенде андағы азайғанша құртмай азайғанша ала бересің түйетінің болады беретінің болады оны алмасаң тағы тамақ жоқ болып отыр ғой өз қайсысы жазықтап кеткен адам жазықтап кеткен отыр біз достарымызды мазақтаймыз ғой сендер жеңкем шынымен ұжымақты өмір сүріп жатсыңдар барлық нәрселер дайын қырға бір аптаға әкеліп қойса шыдамайды ғой шын ойбайынаға шыдамайды біздің неменемізге шыдамайды екен қылқынды өледі ғой геройталаға алып бүгін бөлағасың бірдемеге дейміз аяғын баспайды кім? Бика біздің аймақтағы қайнағамыз не үлкен қайнағамыздың баласы ғой осында қырғыз кішкене ма? үлкен тайкамен жасты ой бастысы жүре алмайды ешкімді қысты қаны ұста десе соған ешкіге жетшейдірмені тұрып тұр ғой сол ешкіге жетшейдірмейді үлкен жігіт екен ғой енді спайке қалмай жасты жылап жібереді ғой нақ жанына қалай дедің балалар келіп жанына не істеттің ба жылап тұмсығын жер түріп түсіп жылайды ғой қазынаданның өзі таудан жатадан барып жылқыны айдап жаңа сиырды айдап келді тауысып боп демейді ғой айгөлектің өзін қарамайсыз тартысып шынны жуып кеше дір етіп тұрмыз сіздегі айдың сәулесінде әке ойнап жүрсек дір етіп не болмаса жүгіріп кетпей бересің өзі ғой жүгір деп